Ақтөбе облысының әкімдігі мен G-Healthcare компаниясы арасында меморандумға қол қойылды. Бұл құжат бойынша Қазақстандағы тұңғыш позитрондық эмиссиондық компьютерлік томограф орталығы мемлекет пен жекеменшік әріптестік аясында Ақтөбеде салынатын болды. Бұл ресми мәмілеге облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен халықаралық компанияның Ресей мен ТМД елдеріндегі сату және бизнесті дамыту бойынша өңірлік басшысы Леван Баканидзе қол қойды. Облыс әкімі Ақтөбенің Қазақстан медицинасына қосып отырған үлесін атап өтті. Ол әлемдік кеңістікте алатын орны бар медицина саласы мамандарының ұстаханасына айналған Ақтөбе университетінің әлеуеті халықаралық деңгейдегі жобаларды елге енгізуге мүмкіндік беретініне тоқталды. Строим очень много объектов медицины. Ақтөбе облысының әкімдігі Қазақстанның денсаулық сақтау саласына халықаралық стандарттарды енгізуге үлес қосып келеді. Біз денсаулық сақтаудың тиімділігін арттыруға және тұрғындарға жоғары сапалы қызмет көрсетуге бағытталған халықаралық компаниямен әріптестік орнатуға дайынбыз. Бюджет қаржысын үнемдеу мақсатында компания құрылғыларын техникалық жарақтандыру бойынша бірыңғай ортақ сервистік келісім-шарт жасау туралы жоспарымыз бар. Меморандум жүзеге асқан жағдайда облыстың медицина саласындағы инфрақұрылымын жаңғыртуға және дамытуға мол мүмкіндік бар. Онкологиялық ауруларды емдеуге бағытталған ядролық медицина саласының облыстық орталығы салынады. Орталықта позитрондық эмиссиялық компьютерлік томография көмегімен қатерлі ісікті ерте анықтауға болады. Бұл диагностикалық зерттеу арқылы науқастың өмірін сақтап қалуға жасалған нақты қадам. Әлем медицинасы мойындаған мықты құрылғы Қазақстанда алғаш рет Ақтөбеде іске қосылатынында елдің батыс өңірі үшін үлкен мүмкіндік. Мы, как компания G-Healthcare, больше фокусированы на эту область. Біздің компания денсаулық сақтау саласында Қазақстанмен серіктестік орнатқанын мақтаныш тұтады. Біздің медицина мекемелерін нақты диагностика жасайтын құралдармен жабдықтау бойынша жұмыстың толық циклін жүзеге асырамыз. Оның ішінде өзіміз салған орталықта жобалаудан, жабдықтаудан бастап мамандарды заманауи аппаратпен жұмыс жасауға үйретеміз. Позитрондық эмиссиондық томограф орталығы онкологиялық ауруларды ерте анықтауға, науқастарға уақытылы ем курсын тағайындауға мүмкіндік береді. Денсаулық сақтау саласы мамандарының білімін жетілдіру аясында екі жақ меморандум негізінде ортақ біліктілікті арттыру бағдарламасын жасау туралы келісті. Бұл бағдарлама бойынша сүт безі қатерлі ісігін ерте анықтау үшін әйелдерді скринингтен өткізу бойынша мамандар кәсіби түрде тәжірибе алмаспақ. Сондай-ақ тұрғындарды уақытылы медициналық тексерілуден өтіп тұруға шақыратын, тиімді ақпарат беретін әдістер жетілдіріледі. Айгүл Байменова, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.